Саламатсыздар, құрметті тыңдаушылар. Біз қазір Алтын Орда Абдувалиев клиникасы, это профессор Абдувалиев. Бүгінгі темамыз қызық тема болады. Біз түркі халықтарының медицинасымен бұл жерде халықтарға ем көрсетіп жатырмыз. Біз түркі халықтарының медицинасы, Ибн Сина медицинасы. Біз бұны айтып өткенбіз, оның 4 қағидасы бар. Бірінші Аллаға сену, екінші мижаз теориясы, одан кейін салауатты тұрмыс салты, одан кейін адамның духовный состояниясы, духы. Енді бүгін біз тоқтаймыз, мижазға тоқтаймыз. Мижаздың енді несі көп, әңгімесі өте көп. Мижаз барлық нәрсеге байланысты ол. Тамаққа, жүруге, тұруға, погодаға, барлық нәрсенің мижазы бар. Енді бұның ішінде ең қызық адамның мижазы бар. Әр адамның өзінің мижазы бар. Өте қызық тема. Бұны ешкім білмейді. Көп адам білмейді емес, Қазақстанның 99% білмейді кімнің қандай мижаз екендігін. Даже мижаз деген теманы өзін білмейді, не екенін ол. Атак әр адамның өзінің мижазы бар. Сол мижазына қарап ол тамақтану керек. Мижазға қарап адамды жұмысқа алса болады, мижазға қарап тұрмысқа шықса болады, мижазға қарап үйленсе болады. Так, мижазға көп нәрсе байланысты. Мижазға қарап адамның қандай екенін білсе болады уже. Оның характері қандай, жүріс-тұрысы қалай, не күтсе болады о адамнан. Так, оның бәрі мижазға байланысты. Бұл целое учение. Ол учениені европейский медицина темперамент деп атайды. Ибн Синаның несінде түркі халықтарында мизаж деп атады. Мизаж это философская теория. Бұның өте негізі шұқыр. Бұны жайлап түсіндіріп бара береміз. Көп адам түсінбей жатыр. Бізге көп комментарий жазып жатыр. Мижаз не өзі деп. Соның үшін қазір біз адамдардың мижазына тоқтап өтеміз. Енді Ибн Синаның теориясы бойынша мижаз 4-ке бөлінеді дейді. 4 сұйықтық бар дейді адамда. Желтая желчь, черная желчь, слизь, так и кровь. Так, оның несі? Адамдар бөлінетіні холерик, флегматик, меланхолик, сангвиник. 4-ке бөлінеді дейді. Суретті көрсетіп қойған. Қарап тұрсаңыздар. Енді адамның барлығы осы 4 мижазға бөлінеді. Мына суретке қарап қандай мижаз екеніңізді білсеңіз болады. Енді бұл психология жағынан көрсеткен. Міне мысалы паркте отыр адам, шляпасын қойып қойдық, бір адам келіп отырды шляпасына. Шляпаға қандай реакция беріп жатыр мына адам, бірінші адам. Бұл холерик. Холерик бір шляпасы үшін мына адамды жеп қояйын деп жатыр ғой мына. Бұл холерикте, значит, не көп. Желтая желчь көп та, запыран көп, сары запыран көп. Бұл адамдардың характері өте ашушаң болады, айтқанынан қайтпайды. Так, ұрысқақ болады. Бір жерге барса, бір футбол ойнап жатқан болса, футбол төгенше 5-6 мәрте 5 адамнан ұрысады бұл обязательно. Бір жиынға барса, обязательно 2 адамнан ұрысады бұл. Так, айтқаны болу керек, дегені болу керек. Ешкім айтқанын жақтырмайды бұл. Тек қана өзінің айтқанын жүретін адам. Это называется холерик. Одан кейін мына флегматик. Қараңыздар, шляпа қойды, шляпаға мына адам отырды, шляпаны алды, басына киіп алды, сигаретін беймарал шегіп отыр. Бір шляпа кетсе кетті да, не болыпты? Шляпадан менің жаным артық деп жатыр. Мынау жанын берейін деп жатыр бір шляпа үшін. Бұл беймарал отыр, қараң. Сигаретін шегіп, қараң. Бұл флегматик. Флегматиктар өте спокойный болады ол. Жаңағы тепсе тебіренбес дейді ғой. Өзбекшеде тепсе тебіренбес дегені бейғам. Бейғам да, енді анада су тасып алсам ба, бір нәрсе болар деп отыра береді беймарал. Енді үшіншісі меланхолик. Меланхолик деген бұл черная желчь көп. Черная желчь. Қараңыздар енді. Шляпа одно и то же. Отырды, шляпаны алды, шляпаны киді, пропал. Бір шляпа үшін бүтін дүние қирағандай қирап жылап жатыр мынау бір шляпасына қараңыз. Бұл называется меланхолик. Меланхолик бұл дегені, бұның черная желчь көп. Так, бұның характері, жүріс-тұрысы қазір айтып өтеміз. Ол осындай адам бұл. Енді любой уақытта құда осындай ситуация болса, құда осындай жауап береді мына меланхолик. Любой ситуацияға, мына холерик любой ситуацияға құда осындай жауап береді. Бұны алдап болмайды. Это не обман. Это чистый, не дейді, тур көрсетілген нәрсе де бұл. Енді сангвиник. Сангвиник дегенде бұл қан көп. Қараң, шляпаға отырды, шляпасын алды, шляпасына бұл қатып күліп жатыр. Шляпасына жылап аққан жоқ, күліп аққан жоқ, ашық аққан жоқ, күліп жатыр. Бір шляпа езілді деп қатып адамнан көтіп жатыр. Это называется сангвиник. Енді адамдар осы мижазына қарап, әркімнің өзінің аурулары болады, аурулары. Ең инфаркт, инсульт көп жолығады, холериктер болады. Часто. Почти 90% инфаркт, инсульт холериктерде болады. Енді меланхолик, өкпе кесел көп меланхоликтерде болады. Почечный ауру көп флегматикте болады. Уже статистика бойынша процент соотношение уже тексеріліп шығылған бұл. Так, енді бұны қайтып
қолданамыз біз. Енді диетаны әркімнің осы мижазына қарап диета беру керек болады. Мына холериктер көп ыстық мижаз тамақ жей алмайды бұлар. Ыстық мижаз тамақ жейтін болса, бұның несі ыстығы көбейіп кетеді да, ашуы шығып, дәлденесі көтеріліп, қаны қоюласып кетіп қалады. Енді мына меланхоликтер, бұлар наоборот, ыстық тамақ жеу керек постоянно. Ыстық тамақ, егер суық тамақты көп жесе, бұның ауруы қозиды, өкпесі шығады, настроениесі болмайды, кетеді мынау. Енді бұны психологический жағынан қалай қолданса болады? Если сіздің бір заводыңыз болатын боласыңыз, завод тоқтап қалған болса, мына менеджер қыдыратын болсаңыз, холерик табу керек. Холерик тауып заводыңызға қойсаңыз, заводыңызды 2-3 айда жүргізіп береді холерик. Қайтсе де жүргізеді заводта. Бәрін қиратып, адамдардың бәрін организовать қылып, тек қана айтқанын күтіп тұрсаңыз болды. Завод жүреді. Бірақ опасный жері бар. 1 жыл ұзағымынан, 1,5 жыл ұзағымынан кеткеннен кейін заводыңызды алып қою мүмкін мына холерик. Неге? Потому что холериктің басы өте қатты дейді. Бұларда қанында мочевой кислотасы көп болады. Оказывается, біз докторский қылғанда көргенбіз, что подагрический ауру деген бар, сустав ауруйтындар, солардың 87% оказывается холерик. Одан кейін Нобелевский премия алғандардың тоже 80% холерик, оказывается. Бұларда мочевой кислота көп болар екен да, қанында. Қараң, мижазға қарап шығып жатыр бұның барлығы. Мысалы үшін меланхоликтен в жизни шықпайды, жаңағы Нобелевский премия шықпайды меланхоликтен. Меланхолик кім бұл? Меланхолик енді бір жаны жоқ, жүрегі таза, біреуге зияны жоқ, пушистый, мақтаға ұқсаған адам ғой бұл. Егер әйеліңізде, күйеуіңізде осы меланхолик болатын болса, жаныңызда жүрген бір бейшара емес, добрый адам болады да. Сіз келгенде құрметтеп шайыңызды береді, күтіп алады. Бірақ бір проблемасы бар, всегда ноет. Всегда айта береді проблеманы. Келдіңіз, айтады, анау мындай болды, мынау андай болды, ана жарылып кетті, анау үйтті, мынау бүйтті деп. Так? А так очень добрый, бұдан жаманшылық шықпайды. Енді заводыңыз тоқтап қалса,